Ол таңертең көкке көтеріліп, жерге өз жарығын төгеді. Ол кешке батып, әлемді қараңғылық құшағында қалдырып кетеді. Ол жердегі тіршілікті өмір сүруге қажетті жылу мен энергиямен қамтамасыз етеді. Мен не туралы айтып тұрғанымды білесіңдер? Ол күн. Ол біз үшін өте маңызды болғандықтан, күн ықылым замандардан бері бақыланып және зерттеліп келеді. Бүгінде астрономдар күн жүйесінің орталығы күнді зерттеуді жалғастырып, көптеген жаңа мәліметтер алуда. Күн жұлдыз, оның түнгі аспандағы жұлдыздардан пәлендей ерекшелігі жоқ. Әрине, ол жұлдыздарға мүлдем ұқсамайды. Бірақ бұл оның кез келген жұлдыздан әлде қайда жақындығынан ғана. Сөйтіп, біз жұлдыздардың қандай ыстық және жарық екенін көре аламыз. Күн жерге басқа жұлдыздардан әлде қайда жақын болғанымен, бәрібір өте алыс. 150 миллион километрдей қашықтықта. Күн сонша қашық болса да, оның сәулесі жерге 8-ақ минутта жетеді, өйткені жарық өте тез жүреді. Күн өте алыс болғандықтан, нағыз өлшемінен әлде қайда кіші болып көрінеді, бірақ оның диаметрі жердікінен 109 есе үлкен. Күннің алыптығы сондай, оның ішіне жер сияқты миллион ғаламшар сыйып кетеді. Күн жүйесіндегі ең үлкен нысан. Күн жүйесіндегінің бәрін күнді, планеталар мен ергежейлі планеталарды, кометалар, астероидтар мен серіктерді қосып есептесек, күн мұның 99%-тен астамын, ал қалғандары 1%-ке де жетпейтін бөлігін құрар еді. Алайда, жұлдыздардың арасында күн орташа немесе тіпті шағын болып саналады. Ол сары ергежейлі деп аталады, және құс жолында 10 миллиардтаған жұлдыздар бар. Күн басқа да жұлдыздар сияқты газдардан негізінен сутегінен 25% гелийден және 2% басқа элементтерден тұрады. Бұл газдарды біріктіріп тұрған күннің ауырлық күші туғызған орасан температура мен қысым ядролық синтезге сутегі атомдарының бірігіп, гелийге айналуына әкеліп соғады. Күн ядросының температурасы 15 миллион Цельсий градусы шамасында. Ядроның қызуы күннің бетіне жеткенше көп төмендеп кетеді. Күннің беткі температурасы 5500 градустай. Күннің беті жердігіндей қатты емес. Таңғаларлығы, күннің газ тәріздес беті ешқашан тыныштықта тұрмайды. Ол температурасы төменірек қара дақтар мен жоғары энергиялы сәуле шашатын жалын шудаларын түзіп, үнемі қозғалып, ауысып отырады. Күн жүйесіндегі барлық планеталар ішінде жер де бар, күнді айналады. Өз кезегінде, күн жүйесі біздің құс жолы галактикасының орталығына айналады. Жер күнді бір-ақ жылда айналып шығады. Ал ғалымдардың пікірінше, күнге галактиканы бір айналып шығу үшін 230 миллион жыл қажет. Күннің жердегі тіршілік үшін маңызын адамдар көне дәуірлерден бастап түсінді. Күн сәулесі беретін энергия болмаса, жер қараңғы, суық және тіршілікке жарамсыз болар еді. Күн мыңдаған жылдар бойы зерттелсе де, ол туралы білмейтініміз әлі де көп. I hope you enjoyed learning about the sun, the center of our solar system.